Көк теңіз туралы аңыз. Үшінші бөлім. Сенің есімің кім? Менің есімім Сэхуа болады. Менің бала кезімде өмірден озған әпкем бар еді. Оның да есімі Сэхуа еді. Жарқын. Жарқын. Нұрлы деген мағына береді. Маған бұл есімді бір кісі қойып беріп еді. Қалай болғанын айтып берейін бе? Мәссаған 20 жыл бұрын жазда Ханьяңнан теңіз жағасына бір топ балалар ойнап келген еді. Анау жерге дейін жүзіп бара аласың ба? Өтірік, жүзіп баршы онда. Менің есімім Тамырың болады. Сенің есімің кім? Сенің есімің жоқ болса, мен қойып берейін. Сенің есімің Сэхуа болсын. Сэхуа деген жарқын нұрлы бала дегенді білдіреді. Жас мезгілі өтіп, әлгі бала Ханьяңға үйіне кетті. Бірақ ол қит етсе болды, теңізге бару үшін барын салды. Әке, мені жіберіңізші. Жарайды. Осы жолы барып келсең, оқуыңды жақсылап оқитын боласың ба? Иә, оқуымды жақсылап оқимын деп уәде берем. Бозбала су перісіне бұрын соңды жеп көрмеген тамақтарды жегізіп, су перісі өмірі көрмеген көрікті нәрселердің бәрін көрсетті. Солайша екеуі бірге уақыт өткізіп, екеуі де есейді. Көп замай, Ханьяңдағы біздің үйге қалыңдықтың жасауы келеді. Маған енді үйлену керек. Үйлену деген не? Басқа қызбен бірге өмір сүру деген сөз. Сол қызға қорған болып, оны сүйіп өтуіме тура келеді. Сонда енді теңізге келмейсің бе? Білмеймін. Сен жерге шығып өмір сүре алмайсың ба? Су перісі өссе, жерде де өмір сүре алатын болады дейді. Жер бетіне шықса, аяқ пайда болады дейді. Бірақ қазір олай болмайды. Мен сенімен айырылысқым келмейді. Сенен басқа қызға қорған болып, оны жақсы көріп, өмір бойы онымен бірге өмір сүре алмайым. Сонда енді қайтеміз? Мен жер бетіне шыға алмайым. Сен суда өмір сүре алмайсың.
некелескен соң алғашқы неке түнінде ақ әлгі жігіт үйден қашып шығып бірнеше күн жол жүріп теңізге бет алды. Сехуа! Сехуа! Ол жігіт суға батса, оны су перісі келіп қалайда құтқарып алатынын білді. Бірақ ол маңызды бір нәрсені білмейтін. Су перісінің ерекше бір қасиеті болатын. Ол адамның ернінен сүйсе, адамның жадынан өзін өшіріп тастай алатын еді. Осылайша су перісі әлгі жігіттің жадынан із-түзсіз жоқ болып кетті. Оянда? Не? Мен мұнда қалай келдім? Үйленген соң, менің әйелім 1 жылдан кейін өкпе ауруынан қайтыс болды. Қайтыс болғанға дейін неке түнінде қашып кеткенім үшін маған өкпелеп жүрді. Ал мен есіме түсіре алмай әлек болдым. Сол түні не үшін қашып кеткенімді. Сен сол қызсың ба? 언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴을 하고 멈춰진 시간 속에 Көк теңіз туралы аңыз. 어떤 나 조금 두려웠나 봐 영원히 꿈일까봐 이제 눈을 떠도 너야 This is love story 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은 언젠가 한 번쯤 내게 와줄 거라고 그 사랑을 난 꼭 찾을 거라고 Ей, ақмақ, соңымнан қалма дедің ғой, қайда жоқ болып кеттің? 다시 내게 물어도 정말 사랑이잖아 This is love story 이게 행복이야 혹시 꿈속일까봐 눈을 뜰 수가 없어 This is my love story 사랑해 너만을 Сені сүйем.
Жоқ, ол жерде неге секіріп кеттім екен? Есім дұрыс емес осы менің. Ой, басым-ай. Бұнысы несі тағы? Şarap içesiz bir. Шұғыл жаңалық. Кісі өліміне қатысты деп айып тағылып темір торға тоғытылған қылмыскер медициналық көмек көрсету барысында түрмеден қашып кетті. Құзырлы орган өкілдері қылмыскерге іздеу салып, суретін жариялады. Есімі Ма Де Йонг, 40 жас шамасында. Тоқта! Қанша уақытқа қалдырасыз? Бір аптаға. Жақсы саяхаттап қайтыңыздар. Такси. Келдің бе? Тірі екенсің ғой. Бері кел дейм. Ей, бір, мұның не? Сенің келетініңді білгенмін, аман есен, сондықтан да сенің телефоныңа жауап бермей жүрдім. Ей, бір, мына ағаңның көңілін қайдан түсінесің сен? Ақмақ. Ақмақ неме? Жынды. Сондықтан менің үйіме елік еттің бе? Мен қайтып келмесем, мына үйге баса көктеп елік етіп алмақсың ғой. Ой, тамағым. Тамағым. Жонамду, саған сенудің қажеті жоқ екен. Тео! Үйшігіңді ана жаққа қой. Өз үйіңде жүргендей сезін. Әрине сөйтем. Неге? Себеп бұл менің үйім. Сен бұзып кірдің. Ей, бұл елде біздің Тео аша алмайтын есік бар ма? Тамақтанып бедің өзің? Иә, жақсы бопты. Бәрін түсіндім. Енді үйімді босат. Үйден шық деген несі? Кет. Ей, кеткенде қайда кетем? Қазір анауда мен де үйсіз қалдым. Дәл қазір олар осы үйді ғана білмейді. Сен кеткен соң олар бұл жақты торуылдауды қойды. Әй, әлгі Меңдон капиталындағы Чан Джинок ханым расында да өзіне сондай сенімді екен. Қолынан келгенін бәрін істеп жатыр. Ей, Джонжи, екеуміз оңаша шығып сөйлесіп қайтсақ, қалай қарайсың, Жүр. Не туралы? Ей, жүрші. Не үшін? Жүрші деймін, мына жаққа барайық. Не болды? Қазір. Ей, ақмақ. Бер кел. Бер кел. Не үшін? Бер кел деймін. Қайсы көрейінші? Нені? Ей, ағасы бұл айтып күлмегенде кейіп тантуға болмайды. Шынымды айтсам, сол үшін сен келмей қалама деп тағатсыздана күттім. Әбден уайымдадым. Нені меңзеп тұрсың? Не болушы еді екеуміздің 6 миллиардымызшы? Түсінсем бұйырмасын. Ей, ақмақ білезік. Өз сондай мөлдір, әр түсі де сондай табиғи, жасыл түсті білезік. Оны сен қайдан білесің? Қайдан білет дейсің? Өзің айттың ғой. Мен бе? Әрине сен.
Испанияда бір қызбен кездесіп, содан ұрлап кеттім демеп пе едің? Қыз? Қайдағы қыз? Жарайды, өтірік айтқан шығарсың. Басқаларды алдасаң алдай бер, бірақ мен несіне алдайсың? Қайдағын айтпашы. Испанияда мен ешқандай қызбен кездескем жоқ. Кездестім дедің ғой. Өз ақ көңіл аңқау бір түрлі қыз екен демеп пе едің? Міне қара, өзің жіберген хабарлама, сол білезіктің суреті. Маған өзің жібердің ғой. Есімнен адасатын шығармын. Сен емес, мен есімнен адасайын дедім. Сен не Испанияға емес, Голливудқа барып келдің бе? Түк білмегендей рөл сомдап. Рас айтам дей. Нені рас айтасың? Мен мұнда сурет жібергем жоқ. Және ешқандай қызбен кездескем де жоқ. Сонда білезік те жоқ па? Бар, бірақ... Көрдің бе? Білезік бар дейсің. Ей, сен оның арзан нәрсе емес екенін білмей қалатын жан емессің ғой. Қайдан алдың оны? Ол да есіңде жоқ па? Білмеймін. Жүнже, жарайды, оны қойшы. Қазір сенің не айтып тұрғаныңды мен онша түсіне алмай тұрмын. Тіпті түсінгімде келіп тұрған жоқ. Алдымен білезікті көрсетші. Жаным тыныштапсың. Көрем. Не көрем? Нені көрмексің? Ештеңе есімде жоқ. Сенің айтқаныңды есіме түсіре алмай әлек болып тұрмын. Тағы біраз ойланып есіме түсіріп көрейін. Жарайды, жақсы. Сенің мына түріңді көріп, менің де жаным ашып тұр. Сен андағы білезікті маған берде, ештеңеге алаңдамай бәрін есіңе түсір. Жарай ма? Сен енді көп замай Сеулге кетесің бе? Иә, менің туған жерім сол жер. Сен де барасың ба? Сені Сеулге кетейін деп үгіттеп жатыр екен деп түсініп қалма. Мені дұрыс түсін. Сеулге барсаң, ол жақта саған ұнайтын нәрселер өте көп. Мысалы, дәмді мейрамханалар. Сен тамақ жегенді жақсы көрмеуші ме едің? Қашан көрсем де қарның ашып жүреді ғой. Және Ханган дейтін өзен бар. Күз болса сол жерде от шашу болады. Мен ылғи 63 қабатты ғимаратта тұрып көретінмін. Ол да бір өзінше сондай әдемі жер. Барсақ, бірге жүріп бәрін көрсетем. Бірге? Иә, бірге жүріп. Уәде бересің ғой. Уәде деген орындау үшін берілетін нәрсе. Түсінемісің мені? Орындау үшін берілетін нәрсе. Дұрыс. Сені сүйем. Бұл кім болды екен? Бұнысы несі? Есімнен адасайын дедім бе? Үш айдан соң.
жылжымайтын мүлікті дамыту дейтін түсінік Корей елінде әлі қалыптаса қойған жоқ. Осыған нақтырақ тоқталып түсіндіре кетсеңіз. Әдетте сәулетшілер немесе құрылысшылар. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Бүгін ауа райы сондай жақсы. Келесі жолы жақсылап дайындалып келуге тырысамын. Кешірім өтінем. Ана жақтан келе жатып қарасам, тура бір журналдың сыртындағы сурет секілді көрініп кетті ғой. Журнал несі қойыңызшы? Соңғы кездері елдің бәрі қыз тусы екен дейтін болды. Бәлкім мен бұрынғыларша ойлайтын шығармын. Мен үшін ұл баланың орны бөлек. Әрине, қыз бала сүйкімді ғой, бірақ ұл бала қалай десем екен, бәрібір басқаша. Өскен сайын өзімнен аумай келе жатқан сияқты. Я, айтпақшы, бағана апам хабарласқан ет, шұғыл шаруам бар деп еді. Кешіріңіздер, біз қазір келеміз. Жарайды. Кешіріңіздер. Не болды? Ей, абайлап сөйлемейсің бе? Хо президенттің орынбасары болып жүрген әлгі бала өзінің туған баласы емес деген сыбыс бар. Рас па? Мана Каң Сохи деген әйел екінші әйелі. Бірінші әйелін қуып жіберіп, бір баласымен осы әйелді алды дейді. Ал Хо президенттің туған ұлы бірнеше жыл бұрын үйінен кетіп қалып, әлі хабар ошар жоқ дейді. Білмеп пе едің? Мүлдеме? Ей, сол үшін саған ылғи газет оқып отыра бермей, айналаңа қара дедім ғой. Мына өмірде ондай жаңалықтар өте маңызды. Маған өкпелеп қалмаған шығар, я? Онсыз да әңгімеміз әрең жарасып келе жатыр еді. Көрдім, байқадым. Алдыға үлкен мақсат қояйық. Үлкен мақсат. Айтпақшы, туған баласы не үшін кетіп қалған? Әкесіне қарсы кеп жүрген қандай ақмақ? Есуас біреуде. Ей, бір, менің сырамды кім ішіп қойды? Саған қалмап па? Менің балмұздағым қайда? Сендердің менің үйімнен кететін ойларың жоқ па? 3 ай өтті ғой. Қалай кетеміз? Әлгі Меңдон капиталдың адамдары әлізімізге түсіп бізді іздеп жүр дейді. Олар сені өліп қалды деп іздеп те жүрген жоқ. Бізді жер бетін жет айналсақ та іздеп табамыз деп жүр дейді. Сонымен, осында тұра бермексіңдер ме? Мазаңды алған шығармыз, бірақ сәл шыдашы. Ақырындап жаңа жұмыстарды да қолға аламыз. Менің де мазам қашты. Кілең жігіттермен бір үйде тұрып бір нанды бөліп жеген кім күн айт? Ей, бір. Бізді де түсінші, кішкене. Өзіңді ғана ойлай бермей. Ай. Ал, қоял. Ей, сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Кешіріңіз, Сеул қай жақта? Не? Сеул қай жақта деймін? Сеулге мына жаққа қарай барып, солға бұрылушы ма еді? Жоқ, батыс теңізін жағалап барып оңға қарай кетеді. Солай ма? Рахмет. Сіз расында да жүзіп бармақсыз ба? Мына жер Жежудо ғой. Әзірше біздің қайыққа мінгесіңіз. Жоқ, ниетіңізге рахмет. Жоқ. Мұнысы несі? Ол Сеулге дейін жүзіп барам дейме? Жүзіп? Ей, жынба перме өзі. Ей, полицияға хабарласайық. Енді қайттық, не істейміз? Білмеймін. Құрметті ханымдар, ақырындап жинала берсеңіздер болады. Көп замай, Майсей кереметі басталады. Майсей кереметі? Керемет! Басталады! Әй, Майсей Басталады. кереметі. Әй! Кім? Не? Қыз бала шашын жалбыратып. Ол қалай ана жақтан келе жатыр? Судан шықса бір жөн. Кім білсін, анаралдан келе жатқан шығар, ол жерде ешкім тұрмайды ғой. Онда түні бойы аралда болып, енді қайтып келе жатқан шығар. Өзі сайтан емес пе? Әй, қорқынышты сынай. Мына жер Сеул ме? Не? Жоқ.
Тағы жүруім керек пе? Ай, сондай алыс екен ғой. Онсыз да сонша жер жүзіп келдім. Сіз Сеулге бара жатырсыз ба? Біз де Сеулге бара жатырмыз. Мұнда адам теңіздегі шабақтан да көп екен. Хожунжені қалай табам енді? Жонgjинок ханым бүгін сағат 1-де гольф жаттығуына барады. Каңнам спаға барып массаж жасайды. Каңнамға баруымыз керек. Сен барған соң бірден шатырға шығып жедел сатыны басқар. Аға, сен оның жоспарында ешқандай өзгеріс жоқ па? Қадағалап отыр. Жарайды. Одан да осы жұмыс біткен соң жүктеріңді жинап, әрқайсың өз үйлеріңе кетіңдер. Кешіріңіз, Хожунже деген кісіні танисыз ба? Хожунже деген жігітті танисыз ба? Әлгі алаяқты гольф алаңында кездесіп қалам деп кім ойлаған дейсің? Иә, сол кезде алғаш білдім. Өзімнің ойсын болттан да жылдам екенімді. Тірі жүрсек әлі талай 100 рет кездесіп қалуымыз мүмкін, тек қашан қайда екенін білмейміз. Өй, бір. Бұнысы несі? Тұра тұрыңыз. Бір бөтелке сожу 1000 вон. Сәлеметсіз бе? Бір бөтелке сожу 1000 вон. Қыдырып келіңіз. Қыдырып келіңіз. Қыдырыңыздар. Кешікпедік пе? Жоқ, сағат 3-ке дейін. Не жейсіз? 1000 вон. Жоқ, бұны неге беріп тұрсың? Ақша берсеңші, ақша. Ақшаң жоқ болса ары жүр. Қане кет әрі. Күл, алдыңа қара. Алдыңа қара да тура жүр. Мен жақын құрбы сияқты жүре бер. Жарай ма? Бірақ менің анықтамалық кітап сатып алуым керек еді. Ақшам жетпей тұр. Маған ермеге жетпей тұр. Рахмет. 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 Жолың болсын. Қорықпа, бәрі дұрыс. Күл, күлімде. Алдыңа қара. Алдыңа қарап тура жүре бер. Тәте, мұныңыз не? Ақша бар ма? Менің қатты қарным ашып тұр. Ақшаң жоқ па? Солай екен деп кішкентайларды тонамақсыз ба? Бүгін апамның карточкасымен алып бердім. Сіз қарным ашты деген соң. Карточка деген не? Тәте, сіз неге түк білмейсіз? Карточка деген төлем жасайтын нәрсе. Сонда карточка деген ақшадан да жақсы ма? Ұқсас, не болса да ендігі ары бұлай істемеңіз. Жарайды, олай істемеймін. Ақша табу оңай емес, білем. Апамды ақша табам деп қатты шаршап жүр.
Мені көруге уақыты жоқ, таңнан кешке дейін жұмыста болады. Міне солай. Ақшаны не үшін табады? Апам екеуміз бақытты өмір сүру үшін табады да? Сонда таңнан кешке дейін жұмыс істесе, сонда қашан бақытты болады? Кейін бақытты болады ғой? Менің енді математикадан үйірмеге баруым керек. Сіз іздеп жүрген Хо Жунже деген кісіні тауып алыңыз. Мынаны ешкімге бермей сақтап қойыңыз, керек болады. Алдағы уақытта жұмыс істеп, ақша табыңыз. Осы күнге дейін ақша болмаса ештеңе болмайтынына әбден көзім жетті. Жарайды. Ал мен кеттім. Сау болыңыз. Ей, Ағай, абайламайсыз ба? ей, балақай, өзің абайламайсың ба? Өй, Қап, мынау типтей болып алып. Мен неге ағай екенмін? Ей, бер кел, қане. Ей, енді оған ағай боласың ғой, көкі боласың ба? Тездетейік. Тездет, Тео. Құрбым, сенде ақша бар ма? Маған қосымша кітап алу керек еді, ақшам жетпей тұр. ей қыздар, адамды тонамаңдар. Ол жаман әдет. Қап, мынау кім өзі? Сендердің карточкаларың жоқ па? Ол да ақша сияқты ғой. Ой, бір... Мә саған. Мына өзі бір қайыр сияқты киініп алып, ай қазір. Адам тонамаймыз деп, уәде беріңдер. Мен адам тонағам жоқ. Мен оның досымын. Иә. Досымын дейсің бе? Қыздар? Ей, қыздар! Досқа олай етуге болмайды ғой. Олай етпеңдер. Сен де досыңа сөйтесің бе? Олай етпе! Олай етуге болмайды ғой. Бәрі дұрыс па? Бір жерің ауырып қалмады ма? Есі дұрыс па өзінің? Тыныш. Иә, апа. Иә, мен үйірмедемін. Шынымен үйірмедесің бе? Сәлден соң қоңырау соғып тексерем. Жаман қыздарға қосылма, ағаңа қарашана. Бұнысы несі? Тоқтатам. Ой, бұған не болған? Сен кімсің? Сен әлгі мен алдап кеткен алаяқ. Сені өлді деп естіген едім ғой. Кешір. Мен сондай өлмейтін адам екенмін. Бұл жерге баса көктеп келетіндей сен кім едің? Бұнысы несі? Тым қараңғы екен. Жарық жағайын ба? Есік ашылды ғой. Артқы жағыңызда.
Бірақ жерден тым биік екен. Жоқ, бұл қалай болған сонда? Ой, аяғыңызда байлаңыз. Басып кетпеңіз, адамның қолы тұр ғой. Әне, сіздің ұлыңыз емес пе? Апа! Ой, менше. Апа! Мен қолын ұста. Көмектес! Апа! Менше. Болмайды. Мен қолын ұста, көтеріл. Болмайды. Жоқ, болмайды. Қалай қиналғанын сіз де сезініңіз. Сіздің ұлыңыз өлімге итермелеген әлгі баланың 17-ші қабаттан құлап өлген әлгі бала. Ол баланың данасы дәл қазіргі сіз сияқты қиналған. Және өмір бойы қиналып өтеді. Қане, енді сізді ренжіткен адамдардың бәрін ұмытыңыз. Керісінше, сіздің кесіріңізден қиындық көрген адамдардың бәрінен кешірім сұраңыз. Кешірім. Ханым, бәрі дұрыс па? Сізде... Со қорғаушыға хабарласып, апелляцияны кейінге қалдырсын. Не? Және өткен жолы қайтыс болған баланың анасының нөмірін білесің ғой. Мені сол кісімен кездестір. Кездесіп не істемексіз? Кешірім сұраймын. Ханым, бір жеріңіз ауырып тұр ма? Кешіріңіз. Әй, бір. Есі ауысып қалған ба? Бұнысы несі? Жынды ғой дейін. Қарашы, адамның жүйкесін бес саусағындай білетін адам арбаудың қас шебері дарынды Хожунжеден асқан кім бар? Бұл бір керемет қой, солай емес пе? Біздің мына істеп жүрген істеріміздің кесірінен жұртқа да мақтан алмайтынымызды қараш, өкінішке қарай. Ей, қойшы, айтпақшы. Қалай арбайсыз адамдарды? Ей, тез айт. Айтшы енді қалай арбайтыныңда, бұл сондай қызыққан соң жұмған аузын ашып тұр ғой. Саған қызық ба? Осылай басталады бәрі. Көзге қараудан. Ми мен көздің қарашығы тікелей байланысты емес пе? Ол кісі ұялы телефонына келген спамды көріп, одан соң жедел сатыдағы 17 деген санды көрген кезде арбаға түсуге дайын болған. Одан кейін өз ойыңдағы нәрсені айта берсең болғаны. Жарық жағайын ба? Сөйтіп ол менің ойымдағы әлемге ене бастайды. Бірақ жерден тым биік екен. Апа! Осының бәрі көзге қараудан басталады. Осылайша арбауға түсіп қалады. Көзің қара. Онда да кім көрінген арбауға түсе бермейді. Бұдан да басқа тәсілдер бар ма? Ай. Мұны арасында да ала берсем бола ма? Негізі болмайды. Бірақ мен бұл жолы рұқсат берем. Таңдағаныңды ал. Бұл маңда кілең-байлар тұрады. Кейде тіпті жап-жаңа киімдерінде қоқысқа тастай салатын кездерде болады. Дегенмен басқалардың бәрі тегін тамақ береді деп Сеул бекетін жағалап жүреді. Ал мен Каңнамнан кете алмаймын. Аштыққа шыдасам да, қалай болса солай киініп жүре алмайым. Міне адам көркіші берек деген. Сен қылпырып шай келдің, қайдан келдің? Теңіз асып келдім. Теңіз асып? Жақсы білем ғой. Мен де жас кезімде неді әлгі Милан, Париж деген сияқты жерлердің бәріне барғам. Өзіме бағалы заттар алып, сөйтіп жүріп, банкротқа ұшырап тақырға отырдым. Қазір міне көше кезіп жүрмін, бірақ мен еш өкінбеймін. Айтпақшы, Сеулге не үшін келіп едің?
Сеулге не үшін келдің дейм? Хожунжені іздеп келдім. Жігітің бе? Ол қайда тұрушы еді? Тэчидон, Чомдан? Жай осы Сеулде тұрам деген болатын. Телефоны. Номері. Бір телефон нөмірінде қалдырмай ол жігіт қашып кеткен екен ғой. Сонда оның сенен қашып кеткенін білмей сонша жерден іздеп келдің бе? Бір енді саған жеке тергеу жүргізу керек болды ғой. Сонда қалай? Ол жігіт айтқан ерекше жерлер жоқ па? Кейде адамдар өздері байқамай жиі баратын жерлерін айтып қояды. Сондай жерлерге барып оның келуін тосу керек. Алпыс үш қабатты ғимарат. Рахмет. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Төлем карточкаңыз жоқ па? Ақшаңыз ше? Бар. Жетпейді ғой. Жарайды, осын төлеп, міне беріңіз. Рахмет. 난 그걸 느껴 지난 밤 꿈에 환히 웃으며 바람처럼 불던 그대 혼자 걷던 길 혼자 줬던 꿈 이제 내 곁에 그대가 있어 오래오래 기억이 날까 어쩌면 내게 좀 더 가까이 와요 그대를 더 느낄 수 있게 내 마음이 그대에게 이어가요 조금씩 Ананың үстіне шықсам, Хожунжия көріне ме екен? Ертеңге дайын болыңдар. Ертең мерекелік шара болады, отшашу көруге халық өте көп жиналады. Сондықтан дайындығымыз өте жоғары деңгейде болу керек. Мақұл. Осының бәрін біліп тұрып, тағы да кешіксең жағдайың қиын болады. Түсіндің бе? Жақсы болды ғой. Қарным қатты ашып кетіп еді. Бәрі дайын болды ма? Кімнің туған күні еді? Жай біреудің. Бүгін менің де ұлымның туған күні еді. Айтпақшы, Миякокқа не қосып әзірледіңіз? Теңіз кірпісі. Менің ұлымда теңіз кірпісі қосылған Миякокты жақсы көрушеді. Кімге апарып бермексің? Әлгі саған қарамай жүрген жігітке ме? Термосқа құйып беріңізші, және салаттарды да ыдысқа әдемілеп салып беріңіз. Жақсы. Шия, жігіттің көңілін олай ауламайды.
Тамақ әзірлеп апарып бергенше өзіңе қарағаның жақсы емес пе? Өзіңді жақсы көруден баста. Соны айтайын дегенім ғой. Біздегі еріктілер тобында бір құрбымның туған күні. Соған апарып берем. Кім тамақ беріп жігіттің басын айналдырады дейсіз? Теңіз кірпісін қосып әзірледім. Саған ұнайма, білмеймін. Сен менің мұнда тұратынымды қайдан білдің? Мұнда көшіп келгеніме көп болған жоқ. Иә, мен де ағаммен сөйлесіп отырып, аяқ асты... Әй, жонамду, саған сенуге болмайды екен. Ұлым, туған күніңмен құттықтаймын. Рахмет. Апа, бүгін әлгі жерге барамыз ғой, я? Әрине, бүгін әкеңнің қолы тимейді екен. Екеуміз бара беретін болдық. Жарай ма? Жарайды. Қайда бармақсың? Ол құпия. Ого, не еткен дәмді сорпа? Чашия, сен өзің әзірледің бе? Әрине, Джунжының туған күні емес пе? Ого, мынаған қара. Қандай керемет. Чашия ханым, көзге байқалмағанымен жақсана. Жайлы жар болады, солай емес пе? Өте дәмді әзірлепсің, расында да. Бүгін сенің туған күнің ғой, жумайсың ба? Кеңреден көшесінде бір жақсы бар еді ғой. Кеңреден көшесі болса жақсы ғой. Ол жер сондай жайлы. Менің кездесуім бар. Қандай кездесу? Не болды сонша? Жылда туған күніңді өстейсің. Жалғыз жүретін шығарсың тағы. Қайда барасың? Кім ол? Кіммен кездесесің? Аға, ішің пысып отыр ма? Иә. Онда Шиямен бірге барға бар. Барып, туған күн тойлаңдар. Те онда ертіп кетсеңдер болады. Дәмді болыпты, рахмет. Иә, туған күніңмен. Жақсы өткіз. Өзі бір қарамай қойды ғой тек. Өзінде жүрек бар ма, жоқ па? Жунже қызбен кездесуге бара жатқан жоқ шығар, я? Біреу пайда болғаннан сау ма өзі? Ешкімі жоқ дедім ғой. Ол оңайлықпен қызға қарамайды. Қызға қыры жоқ. Талғамның қандай екенін әлі біле алмай жүрмін. Барлық қыздармен белгілі бір қашықтықта ғана араласады. Ол қашықтықтан асып көрген қызды көрген емеспін. Айтпақшы, мынаны расында да өзің әзірледің бе? Қайдағы? Біздің үйдегі күтуші әйел әзірлеген. Не? Жунже, бірге барайықты? Апа, мен бүгін мына жер жабылғанға дейін қыдырамын. Әй, абайла, мені күте тұрсаңшы. Жунже. Су перісі ғой? Иә, солай сияқты. Су перісінің өнер көрсетуіне әлі жарты сағат уақыт бар сияқты еді. Бастап кеткен бе? Апа! Ау! Су перісі балықты жеп қойды. Олай болуы мүмкін емес. Су перісі деген балықтармен дос қой. Оларды мүлдем жемейді. Охо, су перісі қандай әдемі. Мәссаған. Қарай қоянын қара. Керемет. Әлі уақыт бар ғой. Уақыты болмай жатып суға түсіп кеткен бе? Бұнысы несі? Иә, не болса да сөйткен сияқты. Не? Кім? Суда жүрген кім сонда? 새로운 세상 문이 열려있죠 그대 안에 있네요 한 걸음 넘어 눈이
Біреу суға түсіп кеткендей ме? Иә. Қалайша мұндай жағдай орын алды? Одан да дәл осындай мерекелік шара болатын күні. Күзетшілер қайда қарап жүрсіңдер сонда? Не? Ана қыз емес пе? Суға түсіп, су перісінің рөлін ойнаған сіз бе? Қалай түсіп жүрсіз суға? Тоқтаңыз. Сізбен сөйлесуіміз керек. Итак, онда кіммен кездесті деп ойлайсың? Томаспен кездестім. Сен Томас көрсем өлтірем дейді. Және сен Испанияда қызбен кездескенін дәлелдейтін суреттерді де қолға түсірдім. Сонда да жоққа шығармақсың ба? Ана қызды ұстаңдар. Бәлкім басқа мекемеден келген тыңшы шығар. О! Кешіріңіздер. Тез ұстаңдар! Ұстаңдар, қане! Ұстаңдар! 언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴을 하고 멈춰진 시간 속에 너와 마주쳤던 나 조금 두려웠나 봐. 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠도 너야. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은. Кешір мені, Хожунше. Мынаны сен тақ. Сенің мұны жақсы көретініңді білем. Мен енді сенің есіңде қалмаймын. Бірақ сонда да уәдемде тұрам. Саған барам. Дауыл тұрса да, құйын жел соқса да, қанша жалғызсырасам да, өмір барып көрмеген жер болса да, бәріне шыдап, өзіңе жетем. Бір өзіңе жетем. Сені сүйем. This is love story that I can't hide
3 бөлімнің соңы. Фильм шахар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.